Мына коллекциялық питомник деген, коллекция деген сөз, мына дүние жүзінде күріш, мына арпаның да мысалы енді біздің жерге ыңғайлы сорт не үлгілерін осындай жинайды да, соны алдымен зерттейді. Қай сол үлгі біздің жерге ыңғайлы келеді екен, селекцияда пайдалануға бола ма, болмай ма деген да. Мына коллекция дегенде 600-дей осында не бар, дүние жүзінің әр жерінен келген. Өзіміз жергілікті де бар. Сорттар ма? Айтуға да оның нөмір дейді. Нөмір сорты да бар. Бұлайша іздер болады, неше түрлері ғой. Енді осының ішінен бұл аталық аналық ретінде таңдап алады. Қандай сорт шығару керек? Тұзға төзімді ма? Әлде суыққа төзімді ма? Әлде өнімділігі, бірінші өнімділікке қарайды. Қалай болғанда да. Сосын жаңағы қай уақытта ерте пісетін, кеш пісетін, соның бәрі осы жерде зерттеледі алдымен. Мына қанша 600-дің бәрі зерттеледі, биоанализ жасайды қыстай. Сөйтіп соның қорытындысы бойынша осы ішінен аталық пен аналық таңдап алынады. Мынау арпаның 2 қатарлы түрлері. Сосын 6 қатарлы түрлері бар, иә? 6 қатарлы. Анау 6 қатарлы түрлері. 6 қатарлы арпаны Fakat осы біздің институтта ғана шығарылды. Басқа жерлерде жоқ. Бұл кімнің жаңағы Тоқаевтың Лаураның шығарып отқан жаңадан сорты. Дүниесінде действительно 6 қатар екен. 6 қатар көрдің ба? Иә, осындай. Осы енді будандастырып шығарып тұр. Оның ішіне аталық пен аналықты жаңағы қолменен будандастырады. Сөйтіп сол буданды ол бірінші алған кезде нулевой поколение дейді, 0 ұрпақ. Содан кейін бірінші, екінші, үшінші деп, үшінші ұрпаққа келгенде ең ішіндегі тәуірін таңдап алады. Одан ерте таңдауға болмайды, өйткені бұл жіктеле береді, расщепление береді да. Сол үшінші поколениеден бастап ол шамалы тұрақтала бастайды. Сөйтіп ары қарай іріктеп ішінде тәуірлерін алады. Мынау буданның бәрін бірде аламайды ғой. Бұның ішінде неше түрлі біреу аталығына ұқсайды, біреу аналығына, біреу орташа болады. Соның ішінде қайсысы тәуір, қай белгісімен алғысы келеді. Сол селекционердің ең автор деп айтатыны осы ішінен таңдап алған бірінші адам бір өсімдікті. Сол негізгі автор болады. Мысалы, мынандай аталық, аналықты бір-бірімен жаңағы будандастырады, ол жаңағы әртүрлілік азая бастады. Сорттардың бәрі бір-біріне ұқсас болып кетті. Өйткені әке-шешелері бәрі көп емес та бұлай. Сол аталығы, аналығы бәрі жақын болғаннан кейін сорттардың жаңағы әртүрлілігі азая бастады. Сондықтан жасанды түрде мутация тудыру. Жаңағы табиғатта бұрын болмаған нелерді алуда. Мынау бұл мутанттар. Мутанттар жаңа обработ жасағаннан кейін өзі мутагенездің айырмашылығы, мысалы буданда ол жіктеледі. Мысалы күріште 6 поколениеге дейін жіктеледі да. Тұрақтанбайды жаңағы. Біреу бұлай ауытқи береді да. Расщепление дейді ғой. Ал мутагенезде бірінші поколениеде егер доминантный болса, бірінші поколениеде сол қалады. Рецессивный болса, екінші поколениеден кейін өзгермейді. Ары қарай тұрақты да, сонда анау расщепление болмағаннан кейін 2-3 жыл селекционный процесс ертерек бітеді.
ұрпақты сынау питомнигі мынау. Бұл уже семеноводство ғой. Иә. Бұл тұқым шаруашылығы пип деген. Анау ішінде типичный нелерді алады да, мына колосковый әр колосты жеке-жеке отырғызған. Бұл жұмысты жеңілдету ғой, жаңа үгітіп, нетіп жатпайды. Сосын мынау тұқымы араласпайды басқа немен да. Таза болады. Мынау бір колос ол уже ол іштемен араласпайды. Я бір семья болады. Мына бірақ семена да шықты. Иә, мынандай бір түпті екеміз бір неге. Бір метелкада, сабақ, масақ дейді. Күріште метелка дейді ғой. Мынада масақ. Сонда түп неше түп отырмын. Бұл біреу болғаннан кейін бұны түптіп жерде не қылмайды. Жерде мына нені, бұның тазалығын сақтау. Мынаның да тазалығы. Сорт тазалық сақтау. Басқа немен араласып кетпеу. Бұны ұрпақты сынау питомнигі дейді. Семеноводство негізі осы пиптен басталады. Қолмен егеді алдымен, сосын осын жинап алғаннан кейін ол көбейту питомнигі деп айтады. Питомник размножение. Енді селекцияның қаншалық күрделікті екенін Нұреке қандай процесс екенін әдейі түсіндіріп жатыр мен. Селекционный процесс ең тез болғанда 10-12 жылға созылады. Егер 0-ден бастасаңыз 12 жылға дейін результат болмайды. Сол бұған шыдамайтын сода адамдар. Енді мынау жаңағы анаяқта буданның ішінен таңдап алады деді ғой. Әртүрлі бір-бір өсімдіктер. Сол мына селекциялық питомникке егіледі. Бұнда көлемі, делянканың көлемі аз болады, бірақ саны көп болады. Бұлар енді жоғары недегі поколениедегі гибридтер ғой жаңа алынған. Уже бұлар жаңа константты формаға келе бастағанда, уже расщепление болмайды, біртіндеп азаяды, константный. Осында 2-3 жыл зерттейді, сосын бұның ішінде таңдап алады. Жарамайтын браковка жасайды. Осы ішінен енді бір әртүрлі ғой. Мынаның көлеміне байланысты 40-30-ын ба таңдап алады. Енді бәрін бірдей көбейте алмайды ғой. Ең тәуірін таңдап алады да. Мынау бақылау питомнигі деген бар. Мынада 3 жыл, анада 3 жыл, ана есептей беріңіздер. Мынау бақылау питомнигінде жаңағы мынау селекционныйдан шыққан тәуірлері осының ішіне енді азаяды бұнда. Бірақ мына делянканың көлемі үлкейеді. Сосын мұнда повторность дейді. Кемінде 3 повторностьпен егіледі. Бұл жерде жаңағы контроль бақылап осының ішінен тәуірлерін бұдан да таңдайды. Бұнда 3 жыл зерттеп ең тәуірін жаңағы іріктеп алады. Сөйтіп ең тәуір деген мынау конкурстық сорт сынау. Конкурсный сорт испытание осы жерге. Бұл жерде де кемінде 3 жыл жаңағы жергілікті стандартпен салыстыра зерттейді. Бұнда да 3 повторность бар, 4 повторностьпен мынау енді уже пісіп кеткен сәрнектер шыға бастаған ғой. Осыдан шыққаннан кейін енді осыдан ең тәуір біреу ма, екеу ма, үшеу ма, оны мемлекеттік сорт сынаққа береді. Олар 3 жыл сынайды. Бізде облыста мысалы күріштің әр ауданда почти біреу бар, білесіздер ғой, ГСИ дейді ғой жаңа. Сол жерде 2-3 жыл кемінде сорт сынақтан өтіп, солар жарамды деп тапса, ол біздің мақтағанымызға қарамайды олар. Сонымен олар неге жібереді? Ұсынады, мынаны сорт деп қабылда аудандастыруға. Сөйтіп мемлекеттік жаңа госкомиссия соны қабылдағаннан кейін бар сорт деген ат сөйлетіші. Оған дейін сорт емес. Сондай әркім производственниктерге диктовать етілмейді. Совет үкіметінің кезінде заставить етеді. Давай егесін мынаны деп. Солай еді ғой. Кубаньды ектіңіздер, Краснодарский 424, оның алдында Жақайып Узрос 269 деген рекорд жасады. Дүниежүзілік рекорд. Содан бері қарай келе жатыр, енді содан маржанға келді. Маржанда уже 30 жылдан асты. Енді Ресейдің сорттары, лидер, янтар. Оларды лидер мысалы Ресейде екпейді оны. Біз егіп атырмыз. Янтар қазір қалып баратыр. Лидер көбірек. Сосын біздің енді сырсылуымен Айсара деген сорт біз енді ғана келе жатыр. Пісетін сорттың өнімі де аздау болады. Неғұрлым кеш піссе, заңдылық бар да, енді бәрі онда қатып қалған емес, бірақ сол заңдылық сақталады қалай дегенмен.
өте ерте. Қорғау саласы бойынша бағытында жұмыстар атқарып жатырмыз сонымен. Бағдарлама нысаналы қаржыландыру бойынша. Енді біз қазір өзіміз жаңадан әлемде жоқ өсімдіктің аурулары бар ғой әртүрлі. Жаңағы грибковый болезнь бар, сосын жаңағы бактериальный болезнь бар, соған қарсы өзіміздің бактерицидный және фунгицидный заттарымызды шығардық. Әлемде жоқ бұл, анау сырттан сатып алынған емес, өзіміз лабораторияда жасап шығарған, синтездеп шығарған. Соларды міне әртүрлі дақылдарға сынап көріп жатырық. Лабораториялық жағдайда өте керемет нәтижелер көрсетті. Ана басында тұрған соргыл, бер жағында жоңышқа, енді мына жерде бидай және ячмень, жаңағы арпа. Енді мына жерде қарайтын болсақ, эталон ретінде біз юнта қоя пайдаланғанбыз. Юнтаны пайдаландық. Сосын протравка, тұқымды қол, төртті деген өзіміздің алған заттарымыз. Енді бұлардың артықшылығы жаңағы фунгицидный, бактерицидныйдан бөлек, ерте пісуіне де ростимулирующий де әсер бар. Биіктен, төбесінен қарасаңыздар, біз мына биік және өнімділігі де 100% шығарған жоқ, біз өнімділігін де арттырады. Өсімдіктің ауруға төзімділігін, өнімділігін және тез пісуіне де жағдай жасайды. Қазір біздің бидай мен неміз арпамыз дайын тұр оруға. Мыналар енді әлде де оның нәтижесін көретін боламыз. Мынау ше төртті дегенде, мына төрттінің түптенгендегісі мол қабағы. Басқаларға варианттар қарағанда. Сосын мына төртті жаңағы вегетациялық периодтары тез жылдам өтуіне ықпал еткен, тез пісіреді екен. Басқа мен ана өткенде осыдан бір апта бұрын келіп кеткем, сол кезде мына уже сарғайып тұрды да, аналар әлі жап-жасыл болып тұрған тұғын. Ona уже сарғайып пісе бастаған. Енді 4-5 күн ерте пісіреді десе енді? Кеше, 4-5 күн бір апта ерте пісіреді. Негізі бәрі бір сорт қой, бірақ. Бәрі бір сорт. Мына бидай бір сорт, арпа бір сорт.